Hello everyone, сіздермен сымбат самат. Бүгін біз 6 сыныптың ағылшын тілі пәнінен 2-ші тоқсандағы 1-ші БЖБ-сын талдайтын боламыз. БЖБ Our Countryside бөліміне арналған. Бірінші тапсырма бізде listening. Listen to the story and choose the correct option. Әңгімені тыңдап, дұрыс жауабын тап дейді. Яғни төменде берілген тапсырмалардың дұрыс жауабын табуымыз керек. Әңгімені біз мына берілген сілтеме бойынша тыңдай аламыз, немесе аудионың мәтін форматы да берілген, оны сіздерге мына описанияда қалдыратын боламын. The chicken and the duck were friends. Мысалда берілген сөйлем айтылған, яғни балапан мен үйрек дос болды. Were friends. They lived on a farm. Бірінші тапсырмада the speaker tells the story about farm friends or city friends, яғни әңгімені айтып отырған адам қандай достар туралы айтуда, фермадағы достар туралы ма, әлде қаладағы достар туралы ма? Яғни дұрыс жауабы farm friends, фермадағы достар туралы. They walked around together. They swam in the pond together. They talked about many things. They talked about the cat. They thought the cat was tricky. They thought the cat was dangerous. The cat looked at them a lot. They didn't trust the cat. We must always keep our eyes open when the cat is around. They both agreed. Осы айтылғандар бойынша екінші сөйлемге жауап таба аламыз. The speaker says that the cat is a bad animal. They talked about the dog. The dog was very friendly. The dog wanted to play. The dog had lots of energy. It barked a lot. It ran around a lot. They both liked the dog. Осы айтылғандар бойынша үшінші тапсырманың жауабы шығады. The speaker is sure that the dog is friendly. They talked about the farmer. The farmer brought them food. The farmer took care of them. The farmer took care of all the animals. He fed the cow. He fed the pig. He fed the goat. He fed the sheep. He fed the rabbit. They liked the farmer. He took good care of everyone. He was a nice man. Farmers are good, said the chicken. We need farmers, said the duck. Аудионы толық тыңдап болғаннан кейін біз екінші тапсырманы орындай аламыз. Бұл жерде 3 сөйлем берілген. Біріншісі, in the beginning, the chicken and the duck are speaking about the cat. Олар басында мысық туралы айтты, Екінші, the second animal they speak about is the dog. Екінші, олар ит туралы айтты. Үшінші, at the end of the story they speak about the farmer. Үшіншіде соңында олар фермер туралы сөз қозғады. Екінші бөлім бізде speaking. Жұп болып жұмыстанасыздар, берілген суреттерге қарап, ой талқы, пікірталас жасау керек. Look at the picture, make a 2-3 minutes talk asking and answering the questions. Participate in the conversation equally. You have 1 minute to prepare. Суретке қарап, 2-3 минуттан тұратын ой талқы, пікір алмасу жасаймыз. Барлық оқушылар бірдей қатысу керек, дайындыққа 1 минут уақыт беріледі. Дискуссияға керекті possible questions беріледі, яғни сұрақтар. Сол суретке қарап отырып, сол сұрақтарға жауап беру арқылы осы пікір алмасуды, дискуссияны құрастыруға болады. Бірінші сұраққа назар аударатын болсақ, what can you see on the picture? Суретте нені көре аласыз? Нені көріп тұрсыз, соны айтасыз. Екінші, is it a city or a country? Бұл қала ма, әлде елді мекен бе? How many animals can you see on the farm? Фермада қанша жануарды көре аласыз? Қанша жануарды көріп тұрсыз? Төртінші сұрақ, can you name some animals? Кейбір жануарларды атай аласың ба? What do people do in villages? Ауылдық жерде адамдар не істейді, немен айналысады? Do you want to live in a village? Why not? Ауылдық жерде, ауылда тұрғың келе ме? Егер тұрғың келсе, неге тұрғың келеді, тұрғың келмесе, неге тұрғың келмейді? Ендеше суреттерге назар аударайық. Бізде осындай 2 сурет берілген. Қазір мен өзім таңдаған суретім бойынша мысал ретінде сіздерге сұраққа жауап беру арқылы 2-3 минуттық speech дайындап беретін боламын. Менің екінші суретке арналған мәтінім. I can see the life of the farm on the picture. There are animals, the farm, the mill, the mountains.
It is a countryside. There are 7 animals and 6 birds. They are horse, cow, pig, goat, and etc. People do many work in villages. They feed the animals and take care of them. Sometimes I want to live in a village because it is calm there and there is fresh air, fresh products, fruit and vegetables. Осымен БЖБ-ні талдауымыз аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, видеоларға лайк басуды ұмытпаңыздар.